Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Қарағанды техникалық университетінің геология кафедрасының аға оқытушысы Жонысбекова Гүлден Ермұхановна. Дәрістің тақырыбы аңғарлар, олардың шығу тегі, дамуы, шөгілінуінің құрамы. Бүгін дәрістің жоспары аңғарлардың морфологиялық элементтері, өзен арнасы, аңғарлар асимметриясын қарастырамыз, өзен меандралары, меандр түрлері, өзен аңғарларының морфологиялық және генетикалық түрлері. Дәрістің мақсаты аңғарлардың негізгі морфологиялық элементтерін білу және де аңғар асимметриясының пайда болу себептерін қарастыра отыруымыз керек. Аңғарлардың морфологиялық элементтері. Өзен аңғарлары жер бетінің ғасырлар бойы аққан судың эрозиялық әрекетінен жуылып, шайылуы арқылы қалыптасқан. Ұзына бойы иректеле созылған, бастауынан сағасына дейін түбе еңіс болып келетін, қазіргі кезде ағын арнасы бар бедердің терең теріс пішіні. Олардың көбі, әсіресе ірі аңғарлар, тектоникалық элементтермен байланысты. Аңғарлардың морфологиялық элементтері арна, жайылма, терраса, аңғарлардың суреті. Өзен аңғарының морфологиялық элементтері: бірінші терраса үсті, екіншісі терраса кертпеші, үшінші террасаның жар қабағы, төртінші террасаның сыртқы жапсар сызығы, бесінші террасаның етегі, алтыншысы жайылма беті, жетіншісі аңғар беткейі, сегізінші өзен арнасы, тоғызыншы түпкі тау жыныстары, делювий, террасаның биіктігі. Жайылма өзен тасығанда су басып кететін және оның сабалық деңгейінен жоғары орналасқан өзен аңғарының біршама жазық бөлігі. Террасалар тегіс аздаған, еңісті келген аңғардың беткейлер шегінде сатыланып орналасқан үлкенді кішілі алаңдар, соның ішінде жайылма ең төменгі терраса болып есептеледі. Аңғар беткейі өзен аңғарының екі жағалауын оқшаулап шектейтін, еңістігі өзен арнасына бағытталған көлбеу жазықтық. Оның беті жыра, сай және басқа да жуып-шаю әрекеттерінен пайда болған элементтерден тұрады. Арна — ол өзен суы үнемі үздіксіз ағатын аңғар табаның ең тереңделген бөлігі. Оның ені әдетте ондаған метрден бірнеше жүздеген метрге дейін жетеді. Ал Амазонка немесе Янцзы сияқты үлкен өзендердің сағасында арнаның ең бірнеше километрге жетеді. Арнаның ең терең нүктелерін біріктіретін иректелген сызық өзеннің фарватері немесе тальвегі деп аталады. Өзен арналары планда әдетте ирек бейнелі болып келеді. Арна ұзыны бойы бір-бірімен алмасып тұратын терең шұңғымалардан, яғни қарасулардан флёсы деп айтады, және тайыз қайрандар перикаты деген бөліктерден тұрады. Қайран мынандай негізгі
элементтерден тұрады. Жоғарғы қайыр құм қайранның аспауынан жоғары орналасқан. Төменгі қайыр астаудан төмен орналасқан. Жоғарғы иірімдік жыра немесе жылға, верхняя плесовая лощина деп айтады. Қайранның жоғары орналасқан арнаның терең жері. Төртіншіден, төменгі иірімдік жыра немесе жылға қайраннан төмен орналасқан арнаның терең бөлігі. Бесіншіден, қайранның жоғарғы және төменгі қайырларын жалғастыратын ең биік бөлігі. Алтыншыдан, қайранның астауы арнаның фарватеры өтетін белдің ең терең бөлігі. Жетіншіден, арынды жоғары беткей. Сегізінші, төменгі беткей етегі. Кейде өзен арнасының бағыты өзгерткен тұстарында өзен табанның көтерілген жайпақ бөлшектесі өткелері кездеседі. Мына суретте жаңағы жоғары айтып кеткен қайран элементтерінен тұрады. Өзен қайранның жалпы сұлбасы А бойынша планы А фарватермен алынған ұзыны бойы қимасы. Біріншіден арнаның фарватері көрсетілген, екіншіден исабаталар. Үшінші сурет схемасы арна бойындағы екі жақ жиегі Макафеев бойынша. Әдетте қайрандар мен шынығымалардың орналасуы көлемі мен биіктігі ағын судың тұрақты әсер етуінен үнемі өзгеріп отырады. Олар өзен иірімдеріне ұқсас өзен ағысымен ұзына бойына қозғалыста болады. Қайран өзеннің тасыған кезінде ұлғайып судың төмен сағасына келген кезде шайылуға ұшырайды. Ал шынығымаларда керісінше судың тасыған кезінде жыру процесі басым болады да, деңгей төмен түскенде бұл процесс бәсеңдейді. Өзен арнасы төменгі құрылымдардан тұрады. Арал жайылманың бір бөлігі өзен салаларымен қоршалған өсімдік жамылысымен бекітілген. Орнықты қалдық өзеннің негізгі арнасы мен өзеннің бөлініп қалған ескі өзен арасындағы жайылманың бір бөлігі. Жен-сала аралмен бөлінген өзеннің бір бөлігі. Сала өзек деген мағынаны береді. Өзеннің негізгі арнасынан алысырақ кеткен және одан еңістігі, тереңдігі, ағысының жылдамдығымен ерекшеленетін бөлігі. Шығанақ өзен жағасына терең біріккен өзен құрылымы. Ал қайыр өзен арнасының саяз бөлігі. Ол су тартылған кезде судан босайды, құрғақ аралға айналады. Жағажай кен тегіс келген өзен тасындыларынан құралған өзен жағалауындағы жолақ. Өзен аңғарларының морфологиялық және генетикалық түрлеріне келсек, өзен аңғарларының морфологиясы олардың жергілікті физикалық, географиялық жағдайларына және геологиялық құрылысына байланысты. Таулы өлкенің жоғары өрлеуіне байланысты қарқынды түрде эрозиялық тілімдеу нәтижесінде санылау, шатқал,
және каньон тәрізді терең аңғарлар пайда болады. Санылау дегеніміз ол теснина шел деген орысша мағынада беріледі. Екі жағы тік құламалы тар аңғар, тау шатқалы ущелье дейді. Көлденең қимасы В әрпі тәрізді терең аңғар, көп жағдайда шатқал тектоникалық жарылымдар бойында қалыптасады. Кейіннен ағын сумен одан әрі кеңейіп тереңдей түседі. Каньон жағаларының беріктігі әртүрлі. Оның үстіне жазық бағытта қабатталған тау жыныстарды су тіліп өткен жағдайда кертпештеніп қалыптасқан саты тәрізді аңғар, эрозияға төзімді тау жыныстар тегістеліп каньонның жағасында террасаға ұқсас жазық алаңшалар құрады. Жоғарыда айтылған үш түрлі аңғарлардың санылау, шатқал, каньон түбін түгелмен немесе түгелге дерлік су басып жатады. Геологиялық құрылымына және тектоникалық элементтерінің байланыс сипатына қарай аңғарлар синклиндік, антиклиндік, моноклиндік, грабендік, опырықты деген мағынаны береді грабен, ансиденттік және тектоникалық жарылым бойы сәйкес келген аңғарларға бөлінеді. Тар аңғар көрінісі. Тау шатқалдары, каньон бір түрі. Аңғарлардың халық шаруашылығындағы маңызы өте зор, ал террасалар әртүрлі ауыл шаруашылық дақылдардың егу үшін кең пайдаланылады. Өзендердің қауышуы бір ағынның көршілес өзеннің бөлігін бөліп тастауы немесе онымен бірігіп кетуі маңызды орын алады. Қауышулар, бұрып әкетулер қатар орналасқан аңғарлардың әркелкі дамуы салдарынан болады. Оның себептері біріншіден эрозия базисінің әртүрлі жағдайларда болуы. Екіншіден, жалпы эрозия базисына дейінгі қашықтықтың әртүрлі болуы. Үшіншіден, әртүрлі сулылық. Төртіншіден, тау жыныстар беріктігінің әркелкілігі. Қауышу үш типке бөлінеді: бұйырлық, төбелік, жапсарлық. Бұйырлық және төбелік қауышулар шөгіністі эрозиямен байланысты, ал жапсарлас қауышу асимметрияның дамуы кезінде аңғардың бір бүйіріне ығысуынан пайда болады. Аңғарлар асимметриясы. Өзен аңғарларының беткейлері әдетте симметриялы болмайды. Олардың бір беткейі қиялау, екінші беткейі жайпақ және кең болып келеді. Ағын арнасы қиялау беткейі етегі жағына ойысады. Бұл құбылыс аңғарлар көлденең кескіннің асимметриясы деп аталады. Оның пайда болу себептері әртүрлі. Аңғар асимметриясының пайда болуы себептері гидродинамикалық, планеталық, климаттық және гидрогеологиялық гипсометриялық жағдайларды
айтуға болады. Аңғарлар өзінің өтетін аймақтарының сипатына қарай таулы және жазықты деген аңғарларға бөлінеді. Таулы аңғарлар әдетте терең, тар және жағалары тік болады, ал бойлық кесіндісі өте еңіс немесе құлдилау болып келеді. Жазықтықты аңғарлар керісінше кең жағалары жайпақ, көлбеу немесе сатылы болады. Атыраулар ірі өзендердің мұхитқа, көлге немесе шығанаққа құйған сағасында олардың ағысы кенеттен баяулайды. Соның салдарынан ағызып келген лай, құмдар су қоймасының түбіне шөгіп, су астында сырынды конус түзеді. Осылайша ол бірте-бірте биіктей береді де, құрлыққа айналып, Атырау деген ерекше бедер пішінін құрайды. Оның сыртқы бейнесі үшбұрышты, яғни гректен дельта әрпіне ұқсас. Сүйір бұрышы өзен жақта орналасады. Атыраудың қалыптасуында өзен шөгінділерімен қатар басқа да факторлар қатысады. Сол себептен Атырау шөгінділерін ерекше бір геологиялық формация ретінде қарастыруға болады. Бұның құрылымында арна және жайылма шөгінділерімен бірге теңіз тұнбалары, көл, батпақ шөгінділері қабаттаса кездеседі. Көл батпақтар түбінде өсімдік қалдықтары, шымтезектер, торфяники деп айтады оны, пайда болады. Ежелгі атыраулар қойнауында мұнай мен газ кен орындары болуы мүмкін. Өзеннің меандрлары және меандр түрлері өзеннің ырғақты түрде ирелеңденуі меандрлар деп аталады. Меандр төмендегідей бөліктерден тұрады. Меандр зонасы А. Меандр иендерін шектеуші сызықтардың арасындағы белдеу. Б. Меандр қадамы екі иендер арасындағы арақашықтық. В. Меандр мойыны иендерінің бір-біріне ең жақындаған бөлігі. Г. Арна бойындағы жалдар, прирусловые валы дейді. Иендердің жайпақ шығыңқы жағасында жинақталған аллювийлік материал. Д. Шпорлар өзен иіндері ішіндегі түпкі тау жыныстарының қалдықтарын көрсетеді. Е. Жайылма құм жолдарының жылжымалы желпеуіштерін. Ж. Меандр радиусы иін ортасына, өзен ортасына дейін өлшенетін иіннің дөңгелену радиусы. Ағынның алға жылжу бағытына байланысты меандр жүйесі, сонымен қатар шұңғымалар және қайрандар жыл сайын аңғар бойымен төмен қарай 0,5-тен бастап 20 метр жылдамдықпен ығысады. Осындай жағдайда меандр мойынның ағысы бойынша жоғары жағы бірте-бірте ағынмен шайылып, шпордың негізгі бөлігі жіңішкеріп, көктемгі тасқын кезінде оны бұзып өте алады. Осындай жолмен арна түзіледі, ал иірім бөлігі өзеннен шет жаққа бөлініп, жеке
апандар немесе көл тәрізді ескі арна, старица деп айтайды оны, арна құрайды. Ескі арнаның үлкендері көлдерге айналады, оның түбінде балшық шөгіп, бұта басып кетеді. Кішігірімдері жаз бойы құрғап, орнында иінді ойпаңдар қалады. Мына суретте үстінде айтып кеткендей өзен меандрының элементтері көрсетілген. А бойы ол жаңағы зонасы болады меандрдың. Б меандр қадамы. В-ға келсек, ол меандр мойыны көрсетілген. Г бойынша арна бойы жылдар көрсетілген. Д бойынша ол жаңағы шпорлар. Е жылжымалы желпеуіштер. Ж-ға келсек, ол меандр радиусын көрсетілген. Жандай бойынша. Жалпы меандрдың екі түрін ажыратуға болады. Біріншіден, ол аңғарлық меандрлар, орысша айтқанда врезанные меандры дейді. Олар бүкіл аңғардың иілістерін, то есть бұрылыстарын бұлжытпай қайталайды. Екіншіден, еркін арналық меандрлар, блуждающие меандры, жалпақ, тегіс аңғардың түбінде пайда болады. Меандрлардың осы екі түрі өзеннің еркін иректену категориясына жатады. Бұл су ағыны мен шайылуға ұшыраған тау жыныстардың өзара әрекеттестігімен ғана белгіленеді. Аңғардың созылыңқы иіндері аңғар жағасындағы түпкі тау жыныстардың әсеріне байланысты. Мұндай тұрақты тау жыныстар өзен өзінің оптимальды режиміне сай меандрлар түзуіне мүмкіндік бермейді. Еркін, мысалы, блуждающий дейді, меандрлар өзеннің иректелу көлеміне әсер ететін төзімді тау жыныстарды құм, құмайт, саз, малта тастар жырып өтеді. Негізінде бұл құбылыстардың физикалық мәні әр аңғарда бірдей. Меандрлардың осы екі түрі өзеннің еркін иректену категориясына жатады. Бұл су ағыны мен шайылуға ұшыраған тау жыныстарының өзара әрекеттестігімен ғана белгіленеді. Аңғардың созылыңқы иіндері аңғар жағасындағы түпкі тау жыныстарының әсеріне байланысты. Мұндай тұрақты тау жыныстары өзен өзінің оптимальды режиміне сай меандрлар түзуіне мүмкіндік бермейді. Еркін меандрлар деген бар, орысша блуждающий дейді. Өзеннің иректелу көлеміне әсер ететін төзімді тау жыныстарды, мысалы, құм, құмай, саз, малта тастар жырып өтеді. Жалпы айтқанда, аңғар бойында екі түрлі меандр кездеседі. Су тасуына байланысты үлкен радиусты және өзеннің төмен сағасына сәйкес кіші радиусты меандр.
Алайда арнаның морфологиялық элементтері негізінен су тасуы кезінде қалыптасатын болғандықтан, судың қайтқан кезіндегі әсері де аз болады. Ол аңғардың морфологиясына аз ғана өзгерістер жасайды. Кейінгі зерттелген мәліметтерден меандрлану құбылысы жазықтағы өзендермен қатар барлық тау өзендерінде де дамитынын көрсетеді. Әрине, бұл өлкелерде меандрлар жазықты өзендердегідей айқын көрінбейді. Мұнда өзен иіндерінің қалыптасуы көбінесе тау жыныстарының қасиетіне және тектоника элементтеріне байланысты. Тау өзендерінде судың ағу жылдамдығы жоғары болуына сәйкес, өзен бұрылыстарында ағынның көлденең циркуляциясы да онша дамымаған. Әйтпесе, олар айқын көрінген меандрлар жасаған болар еді. Сонымен қатар, таулы аймақтарда кейбір өзеннің бойында айқын көрінетін кіші радиусты иіндер қалыптасады. Мысалы келтірейік. Есік өзені бойында бөгеттің төменгі жағында мұндай құбылысты байқауға болады. Осылайша, тау өзендерінде, жазықтық өзендерінде ұқсас меандрлану құбылыстары бар. Тек тауда меандрлар айқын білінбеген. Соған қарамастан, бұл құбылыстың физикалық заңы әр жерде бірдей. Далалық бақылау мәліметтеріне қарағанда, алғашқы ағыстардың өзінде-ақ ағынның иіндер кіру тенденциясын көруге болады. Каналдар мен арықтар түзу болып салынғанмен, бірте-бірте уақыт өткен сайын ирек бейнелі түріне айналып, меандр құра бастайды. Мысалы, 1963 жылы Есік өзенінде сел өткеннен кейінгі екінші күн-ақ Есік көлінің түбінде меандр түзеле бастады. Олар өзеннің жаңа қалыптасқан бөлігінде пайда болды. Өйткені көлдің қазан шұңқыры сел материалымен көміліп қалған болатын. Дәл осындай құбылыс тау етегінде жаңадан қалыптасқан ысырынды конустың бетінде де пайда болды. Және осы жерде өзен еңістігі едәуір құламалы жағдайына қарамастан жүзеге асты. Осылайша,
жер бетінде меандрлану белгісі судың жаңа аға бастаған кезінде пайда болатындығына көз жеткізілді. Бұл Великанов және Шарашкинаның 1958 жылдарғы тәжірибелері арқылы дәлелденді. Жоғарыда айтылғанымыздай, меандрланудың негізгі себебі өзенде ағыстың шиыршық спираль тәрізді пайда болуына байланысты. Және бұл жерде бүйірлік эрозияның ұзақ уақыт дамуы да үлкен роль атқаруы мүмкін. Ағын өзінің арнасымен тоқтаусыз өзара әрекет жасау барысында тұрақты ағуына әрекет жасайды. Бұл Великановтың 1958 жылы пікірі бойынша ағынның диссипация принципімен энергия жойылуына байланысты. Сәйкес, өзеннің ағуы кезінде түбінде кездескен барлық кедергіні жуып шаюына ағынның минималды күш салуымен түсіндіріледі. Өзен ағысының тұрақты және ұқыпты көрінісі меандрлану болып саналады. Сонымен меандрлану процесі өзен ағысының минималды күш жұмсау нәтижесінде кедергісі ең аз жолмен ағуы салдарынан пайда болған құбылыс. Меандрлану нәтижесінде өзеннің ұзындығы ұлғайып, шұңғымалар мен қайрандардың арна бойымен ауысуы, жойылмалар мен террасалардың қалыптасуы, аңғардың меандрлануы, арна ағыны дамуының негізгі заңдылықтарының бірі болып табылады. Және өзен аңғарларының барлық морфологиялық элементтерінің қалыптасуы бұл заңдылықтарына тікелей байланысты. Бақылау сұрақтарына жауап беріңіздер. Флювийлік процестер арналық және арналық емес ағындар. Өзендерде жайылма терраса жаралуы және олардың сипаттамасын беру. Сосын өзен аңғарларының типтері қандай болады екен? Бедер түзілімдерінде ағын сулардың қандай роль атқарады? Өзен аңғарларының морфологиялық және генетикалық түрлерін қарастырыңыздар. Әдебиеттерді қолдануға болады.